Ребята, мы сегодня где с вами находимся? В библиотеке. А для чего мы сюда пришли? Чтобы читать. Почитать книги, выбрать книгу, которая вам понравится, да? Ребята, какая тема нашего урока сегодня с вами? Книга «Источник знаний». Книга «Источник знаний». Мы с вами прочитали рассказ Лопатина «Чему учат книги». Чему же мальчика научила книга, который слепой мальчик был? Чувствовать. Чувствовать, правильно, Рафаэль. Книга учит чувствовать. Слеп человек без книги, да? А он чувствовал сердцем. Именно книга его научила чувствовать. И мы вот здесь вот с вами отгадали ребус. Какая же пословица у нас получилась? Вспоминайте. Чем с неучим водиться, лучше. Правильно, давайте еще раз скажем. Чем с неучим водиться, лучше с книгой подружиться. И давайте соберем еще с вами пословицы. Не красна книга письмом, красна умом. С книгой поведешься, ума наберешься. Книга твой друг. Без нее как... Kızım, Abay kim? Абай Құнанбаев ұлы ақын, жазушы, аудармашы. Onun qanday өлеңдері бар екен? Оның өлеңдері жаз, күз, қыз, жазғы тұрым, сегіз аяқ, көзімнің қарасы. Qanday qara сөздері, қанша қара сөзі бар? 45 қара сөзі бар. Абайдың 45 қара сөзі бар. Соның 31 сөзін саған оқып берейін. Ақыл ма? Не дейді? Естіген нәрсені ұмытпаққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы, берік болмақ, керек өкініш. Сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибраттану керек. Құнанбаев қай жылы, қай өңірде дүниеге келді? 1945 жылы Семей ауылында дүниеге келді. Абай Құнанбаевтың әкесінің аты кім? Құнанбаев. Әжесінің аты кім? Зерев. Анасының аты кім? Ұлжан. Абайдың қандай өлеңдерін білесің? Жатқа айтып берші. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің, өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтан, шақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 асылыс білсеңіз, талап, еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз. Ал қызым, Абай атаң сияқты дана, ақылды болып, өсуіңе тілектеспін жаным. Мына жетістіктерімен қуанта бер бізді. Осыдай әрқашанда алда жүр, үлгілі бол, ақылды бол. Абай атамның жолын берсін. Ал ата сенді бата бер қызымызға. Ал қолдарың жайында бата берейін. Берсін Алла алмасын, уайым қайғы салмасын. Алтыннан болсын сағасы, күмістен болсын тағасы. Үйде түзде жандарға көлеңке болсын панасы. Жарылқауда жанды ет, есірке малды ет. Өз қатарың алды ет. Қызым жолың болсын.